Тәубе ету дұғасы, Адам ата мен Хауа ананың дұғасы. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Уа Раббымыз, біз өз-өзімізге зұлымдық жасадық. Егер бізді кешпесең әрі есіркеп рахымыңа бөлемесең, сөзсіз қасіретке ұшырағандардың қатарында боламыз. Раббымыз сөзі араб тіліндегі тәрбиелеу, бағу, қамқорлық жасау мағынасын береді. Яғни біздің тәрбиешіміз, қамқоршымыз Аллах. Адам атаның Алланы Раббымыз деп атау арқылы оның тәрбиесінен, тәлімінен мақрұм қалған жағдайда қателікке бой алдыратынын көрсетті. Сол себепті Алладан бірдеңе сұрар алдында Раббымыз деген сөзбен бастаған абзал. Күнәға кешірім сұрағаннан кейін оны жуып-шаятын сауапты амалдар жасауға да жәрдем сұрауымыз керек. Тәубенің шарттары: бірінші, күнәсіне өкіну; екінші, күнәні тоқтату; үшінші, ендігі әрі қайта оралмауға шынайы бел буу; төртінші, адамдардың хақысына кірген болса, олардан ақысын адал ету.